Еті қандай жұмсақ. Еті өте дәмді. Ауызбен айтып жеткізе алмайсың мынаның дәмділігін. 1,5 сағатта уже қуырдағымыз, нан қуырдағымыз дайын болды. Бірінші етімізді қуырдаққа турап аламыз. Шандырларын алып тастаймыз. Әне қарауша қайда кеткен. Бұл қуырдақты түрлі деп айтады. Біреуі нан қуырдақ дейді, біреуі ұн қуырдақ дейді, біреуі жай қуырдақ дейді, біреулер кеспе дейді. Міне етімізді турап алдық. Қазір жуамыз, сосын қуырамыз. Бірінші мінекей май құямыз, сұйық май. Міне 1-2 қасықтай сұйық май құйдық. Енді тоңмаймыз саламыз. Ал енді етіміз саламыз. Етіміз салдық, енді қуырамыз. Кішкене қайнағаннан кейін тұз саламыз. Қуыруға қойдық, араластырамыз, сосын тұз саламыз. Енді нан қуырдағымыздың нанын басып аламыз. Әуелі ұнды елейміз. Жылы суға 1 қасықтай тұз саламыз. Жылы су. 2 жұмыртқа қосамыз. Енді жылы суын құямыз. Тұз салған суды құямыз енді. Енді қаттығып басу керек. Иін қандырып. Қаттығып басу. Езіліп кетпеу үшін. 2 жұмыртқа салдық, нан езіліп кетпеу үшін. Қаттығып қазір нанды басамыз. Сосын иін қандырып қоямыз. Сосын оны қайтадан алып, иін қандырып басып, сосын ысамыз. Ұн қуырдақтың нанын басамыз. Су жетеді менен. Сосын түгіл аламыз. Нанның иін қандырса, нан өте жақсы болады. Езілмейді ол нан. Иін қандырып, жұмыртқасын қосып, жылы суменен басып, иін қандырып қойып, не қылса, нан әдем болады. Ешқандай езілмейді, қандай неге салса да, еттің наны болсын, жай қуырдақтың наны болсын, салманың наны болсын, қандай болса да, иін қандыру керек. Иін қандырып, бірнеше рет басу керек оны. Иық сонда әдемі қанса, нан өте жақсы болады. Езілмейді ешқандай. Қалай салдың, солай тірідей түседі. Иық қанғандан енді тұрғаннан кейін өзі сондай жіп-жылмағай болады. Гладкий болып орысша айтқанда. Гладкий болған кезде, сол кезде уже белгілі. Ысқанда да ешқандай іріп былай-былай кетіп қалмайды. Әдемі. Иық қанғаннан өзі беп-белгілі. Әдемі тұрады, иық қанады, мінекей әдемі болды. Сосын жұмыртқасын салып, әдемі жұмыртқасын салып не қылса, нан ешқандай не қылмайды. Нанды махаббатпен істеу керек. Әдемі беріліп істеу керек. Қандай тамақ істесең де, беріліп, сол тамаққа беріліп істесең, ол тамағың өте жақсы болады. Әрі дәмді болады. Қай нәрсе болса да, өзің беріліп, өзіңнің бүкіл неңді соған беріп істесең, тамағыңның бәрі дәмді болады. Енді иғанат мынаны жауып қоямыз, мінекей. Енді мінекей басып болдық. Енді бұл нанның иғану керек. Иғанып тұрады. Міне қуырдағымыз қайнап жатыр. Енді тұз саламыз. Енді қазір қайнайды, сосын тағы көреміз. Тұз аз болса, тағы да тұз саламыз. Міне пиязын тураймыз, аршимыз. Мына пияз турағанда, мынасын қалдыру керек. Сонда шашырамайды.
Шашырап кетпейді. Пиязды да тазартып. Енді көкөністеріміз тураймыз. Жуып алдық, аршып алдық. Енді тураймыз. Бай болар оны? Мына қуырдаққа таза еттен істейді. Қандай қуырдақ болса да. Енді мына балалар жесін деп көкөністерін салып, картоп салып. Сөйтіп енді балалар жесін деп көкөністерін салып жатырмыз. Етін мол қылып салдық. Міне балдыр көкті турап жатырмыз, дәм береді. Орысша сельдерей дейді, қазақша балдыр көк дейді. Бұл дәм береді. Дәм әдем болады. Міне иіғанып деген мінеке осындай болады мінеке. Жып-жылтыр мінеке. Иіғанып мінеке әдем болып тұр. Енді бұны екіге бөлеміз. Мінеке, қандай тамаша міне. Жұмсақ гладкий мінеке. Әдем болады. Міне нанымыздың иіғанды. Міне енді бұны үшке бөлеміз. Үшке бөліп ысамыз. Әдемі мінеке, иіғанды деген міне осындай болады мінеке. Иіғанып мінеке. Жып-жылтыр болып шығады иіғанғанда. Нанның жаны кіреді. Екі рет бастық. Сол иіғанып мінеке. 1,5 сағаттай тұрды. Етіміз мінеке әдемі қуырылып жатыр. Енді пиязын саламыз. Міне нанымызды сып болдық. Енді нан 4-ке бөліп қуырамыз. 4-ке бөлеміз. Енді қуырамыз бұнаны. Енді сәбізін саламыз. Табамыз қысса, қазір мұна нанымызды қуырып аламыз осыған. Келемекен, әкеледі. Бұлай двигать етесің. Міне нанымызды табаға салдық, май құймаймыз. Ешқандай май құймайды, осыған қуырып аламыз. Кішкене қызартып. Қуырылу керек. Міне нанымыз қуырылды, мінеке. Енді осыған май жағамыз, сосын кесеміз. Әдем қуырылды. Қазан табаққа саламыз. Тәтті бұрышын саламыз. Енді нанын саламыз үстіне. Болды енді қақпағын жабамыз. Енді буында наны піседі. Міне нан қуырдағымыз дайын болды. Енді табаққа түсіріп аламыз.
Керемет прям. Абсолютно вообще жас. Мясо. Туда, на край. Даже ғана түсірмейсің ба? Не уже жүргізім. О, керемет. Міне нан қуырдағымыз пісті. Мінекей. Көреміз, керемет болды мінекей. Міне, керемет болып пісті. Еті де, наны да прям масқара. Міне нанын қара. Наны керемет болып отыр. Тірдей жатыр наны. Ой, керемет, керемет. Етіміз әдемі, сразу белгілі. Далада болған мал, далада жайылған, әдемі шөп жеген, еті өте дәмді. Керемет. Ал енді дәмін көреміз. Салып алдық мінекей. Керемет. Бісміллә. Еті қандай жұмсақ. Керемет, керемет. Жас мал. Сразу белгілі жас мал екен. Тамаша. Тұзы да керемет. Наны вообще. Тамаша. Сочный. Қалай керемет болған. Ауызбен айтып жеткізе алмайсың мынаның тәттілігін. Рестораныңнан кем емес. Любой рестораннан кем емес. Етіміз жүп-жұмсақ, дәмді. Мынау далада болған мал, шөпті де жеген керемет. Торғайдың еті тез пісті. Бір жарым сағатта уже қуырдағымыз, нан қуырдағымыз дайын болды. Міне жүп-жұмсақ етті қара керемет. Дәмі керемет енді, масқара айтатын жоқ. Бұлжырап жатыр енді, жүп-жұмсақ. Маған да ұнады. Жұмсақ. Жүп-жұмсақ күшті. Нағыз Тез пісетін ет. үлкен кісілер жейтін некен. Ет екен. Тамаша. Маған да ұнады. Біздің каналға жазылыңыздар, каналды қарап отырыңыздар, лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, апаңларың қуанып қалады.